Қайырлы күн достар. Бүгін біз қамырға оралған сосиска дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын сүтке немесе суға илесеңіз болады. Мен бүгін суды қолдандым. Жылы суға қант, ашытқы, електен кішкене ұн өткізіп араластырамыз. Қою қаймақ сияқты консистенция болғанда, тұз бен өсімдік майды қосып, қалған ұнды қосып қамыр басамыз. Қамырды жинап алып, 5 минут басып, қолымызды өсімдік маймен майлап, домалақтап, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр менде 40 минутта көтерілді. Тағы да бір басып, 15 минутқа қалдырамыз. Дайын қамырды 4 бұрыш етіп жайып, видеода көрсетілгендей кесеміз. Мен жұқа етіп иледім. Сізге қалыңдау ұнаса, қалың етіп илеуге болады. Енді бір сосисканы алып, шетін ұстап тұрып, қамырды сосискаға ораймыз. Жай ғана сосисканы айналдырып тұрамыз. Осы қамырдан менде 9 дана шықты. Бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Духовканы мен алдын ала қыздырып қойдым. 200 градус қызып тұрған духовкаға 20 минутқа қоямыз. Беті қызарғанша. Міне біздің сосискаларымыз дайын болды. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіз.